Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы ағаштың суретін саласың. Жаңа сөздер: сурет саламын, нарисую. Қайталаймыз: күннің суреті, айдың суреті, ағаштың суреті. Бұл жерде жалғауларға мән беру керек. Ның, дың, тың, ненің суреті? Күннің суреті. Ненің суреті? Айдың суреті. Ненің суреті? Ағаштың суреті. Тыңдалым. 80-ші бет. Ол сурет салады. Ол гүл салады. Ол күн салады. Ол ағаш салады. Оқылым. Бірінші тапсырма. Әңгімелес. Балалар, бірге диалогты оқиық. Сәлем, Әлібек. Сәлем, Анел. Мынау ненің суреті? Бұл айдың суреті. Мынау ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Суреттің орнына қажетті сөзі қойып, толықтырып сөйлем құрау керек. 81-ші бет, 2-ші тапсырма. Ал сөйлем құрап көрейік. Анел күннің суретін салды. Оның суреті жақсы. Әлібек бұлттың суретін салды. Әлібектің суреті әдемі. Мен айдың суретін саламын. Я, жоқ деген сөздерді қолданып, сұрақтарға жауап бер. Мысалы, я, мен сурет саламын. Жоқ, мен сурет салмаймын. Сен сурет саласың ба? Сен ағаштың суретін саласың ба? Сен гүлдің суретін саласың ба? Сен күннің суретін саласың ба? Сен айдың суретін саласың ба? Өз еркімізбен сұрақтарға жауап беруге тырысайық, балалар. Суретке қарап сұрақтарды толықтыр. Айтылым. 81-ші бет. Анна, сен не саласың? Мен күннің суретін саламын. Саша, сен не саласың? Мен гүлдің суретін саламын. Анел, сен не саласың? Мен тудың суретін саламын. Күннің, гүлдің, тудың. Оның әкесі қандай сурет салады? Оның әкесі арыстанның суретін салады. Сенің атаң не салып отыр? Менің атам сурет салып отыр. Жазылым. Дәптердегі тапсырмалар. 5-ші тапсырма. 82-ші бетте. Бұл кімнің, ненің суреті? Сурет қандай? Сұрақтарын қолданып, диалог құрастырайық. Мысалы, бірінші сурет ағаш суреті. Диалогты тыңдайық. Бұл ненің суреті? Бұл ағаштың суреті. Ағаштың суреті қандай? Ағаштың суреті әдемі. Күн, ай сөздеріне өзің диалог құра.
Алтыншы тапсырма, 82-ші бет. Сөйлемді толықтырып жаз. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың ба? Ол сурет салады. Мен ай мен күннің суретін саламын.